Сабақтың тақырыбы 18 ғасырдың бірінші жартысының костюмдері. Сабақтың мақсаты елдің салт дәстүрі мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын біледі. Мәдениетпен бірге эстетикалық тәрбие беру, өнерге, сұлулыққа деген құштарлығын ояту. 18 ғасырда Европада заңды түрде сән шығарушы Франция болғандықтан, сол заманда французша көйлек немесе французша киіну деген мағына білдіретін танымалы ерлер костюмі болған. Міндетті түрде денеге бөкседен жоғары емес, ұзын жейде киген. Қымбат жейделер жұқа матадан тігілетін, жібек, зығыр секілді және шілтермен, яғни кружевалармен, банттармен безендірілген. Жоғары және орта деңгейлі ер адамдар кюлот киген. Кюлот дегеніміз қысқа тізеге дейін келетін шалбар бриджі. Дәстүр бойынша кюлоттар қара түсті болған, бірақ басқа түстер де кездесетін. Кюлоттар безендірілмейтін, ақ шұлықпен және қара аяқ киіммен киген. Шұлықтары жібек матадан тігілетін, сондықтан бұндай шұлықтары жоғары деңгейдегі ер адамдар киетін, ал төмен деңгейдегі ер азаматтар қарапайым ұзын шалбар киген. Ондай адамдар құрметсіз болған және сан-кюлот деп атаған. Француз тілінде аударған кезде кюлотсыз деген мағына білдіретін. 18 ғасырдың бірінші жартысында жейденің үстіне весткоут немесе ұзын камзол киген. Весткоут артқы бөлігінің ортаңғы тігісімен белден төмен қарай бүйір қатпарлары болған. Алдыңғы бой түймеленетін, жағасы тік. 18 ғасырда әйел костюміне каркастық белдемше қайтып оралды. Оны панье деп атаған. Панье қатты корсетке түймемен қадалатын. Корсет артқы бойда тығыз баумен байланатын. Киімде екі көйлек болған. Бірінші ішкі көйлек френон деп атаған, ол каркастан және корсеттен тұратын, етегі банттармен және ленталармен безендірілетін. Екінші көйлектері модест болған, тұтас пішілген кеңейтілген белдемше. Модест белдемшенің шеттері банттармен, ленталармен немесе гүлдермен безендірілетін. Декольтенің пішіні әртүрлі болған, көбінесе каре тәрізді және шілтермен безендірілген. Жеңдері тар және ұзынлықтары шынтаққа дейін болған. Жеңнің төмен жағында шілтерден жасалған бүрмелі қатпарлар тігілетін. Стамак сәндік үшін арналған В тәрізді төсеніш. Оны кеуде жағына қадаған. Стамактарды оюлармен безендірілген. Оны міндетті түрде алды ашық көйлектермен киген. Әйелдердің костюміне жейде, корсет, каркас-панье, белдемше, бөксе жағында дөңес болып келетін, ал алдыңғы және артқы бойда тегіс болатын. Сонымен қатар шұлықтар кірген. Киіну өзі бірнеше сағатты алатын. Олар белдемшелер, астарлы көйлектер, корсеттер, оларға бірнеше сағат кететін кию үшін.